Мен Амангелдин Айбек Тимурұлы, Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының судьясымын, академияның профессорымын. Судьялық өтілім 8 жылдан астам, академияда 7 жылдан астам сабақ берудемін. Жалпы бұл академияда сабақ беру әдістемесі судьяларды оқытады деген қағидат қалыптасқан. Бұл әдістеме мен ойымша, жалпы басқа да әріптестерім ойымша өте тиімді, себебі судьялар, болашақ судьяларды үйрету сабақ аясында, мысалы кейс стади әдістемесін басшылыққа ала отырып, нақты теориялық заңнамалық актілерді кейстермен нақты шешілген қаралған істермен растайды. Сондықтан болашақта олар академияны ойдағыдай аяқтап, судьялық лауазымға тағайындалғаннан кейін, дәл осындай кейстер, істер, даулар қарау аясында олардың жалпы қалыптасқан базалар бар. Қандай мән-жайларға назар аудару керек, қандай заңнамалық актілерді қолдану керек, және осының негізінде судья ретінде ойлау, судья ретінде саралау, осы методикаларды басшылыққа ала отырып, заңды және негізді шешім шығаруға, толықтай базасын қалыптастыруға әкеп соғады.